Ал қайырлы күн оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін бізде анпакинг. Бәріңіз осы анпакингті күттіңіздер, бәріңіз комментарийға я деп сал дегенсін. Бүгін сіздерге анпакинг салайын дедім. Біздің үйде ойыншық аз еді ғой, мыналар келіп вообще азайып қалдық. Сіздердің де балаларыңыз осындай ма? Ойыншықты көп ала бересіздер ма? Әйтеуір біз қасқаға әкелсе де жаман, әкелмесе де жаман ғой. Ал мынау кешегі қызымның тұсауын кескенде нағашы ата әжесінің әкелген ойыншықтары, игровой детский площадка дейміз ғой. Ертең күн жылыған кезде бұны далаға да шығаруға болады, мынаны бассейнге су құюға да болады деген сияқты. Ішінде өзінің осындай шариктермен бірге жүреді екен. Ертең бұйырса, бірақ күн жылыған кезде осылардың бәрін далаға шығарып қондырып қоямыз. Негізі үйге арналған игровой ғой бұл. Енді біздің үйдегі екі баланың ойыны қанбай жатыр десем болады. Балам садиктен жүгіріп келе сала осыларға келеді ғой, орында тұрма депше келеді, шешіне салып осыларға ойнап, әйтеуір әлі қызығы басылмай жатыр. Балаларымның ойыны қанбай жатыр десем болады. Ал мына менің қолыма ұстап тұрған осы игрушканың ішінен шыққан жабыстыратын өзі бала ыңғайына қарай өзі қалай жабыстырғысы келсе жабыстырады. Менің әйтеуір балам осыған мәз болып жүр ғой. Ал мынаусы доп лақтыратын, не деп айтатын еді? Доп лақтырады, әйтеуір өзінің добы бар, екі добы, соған доп лақтырып ойнайтын. Күшті ұйымдастырған, енді қытайлардың шығармайтыны жоқ қой, осы кезде айтып қалайық та. Ал мынау бүйтіп домалақтары бұлар да тоже бүйтіп былай лақтырып салынатындар екен. Ал сіздер балаларыңызға осындай ойыншықты алар ма едіңіздер? Комментарийға тағы да жазып кетіңіздер. Ал мынау ойыншық сіздерге ұнап жатыр ма? Оны да бөлісе кетіңіздер. Ал мына доп лақтырған кезде, баскетболын дейміз ғой, доп лақтырған кезде аяғының астына қойып, осы допты лақтырады екен. Өстіп әйтеуір суретінде солай көрсетіп қойған, мен білмейді екем. Енді қысқаша осы мына детский площадка деп айтқаным. Жалпы негізі маған ұнады, бірақ орын алады демесеңіздер, балаларға шағын игровой ойыншық бөлме ашып қойғанбыз ғой, ол жерге вообще сыймай қалды. Одан мына жерге малый залға шығарып қойдық бәрін. Келесі бізде велосипед. Ұлым жақында бұйырса 3 жасқа толады деп әрі-бері келе бермек деп, нағашы ата әжесі 3 жасқа толады ғой, жақында туған күні деп осындай велосипед алып берді. Өзі велосипедке қызығып жүрген өзі. Ал мынау робот, күнде айтатын робот деп, сонда мен ойлап жүргем, ертең туған күні бұйырса 28 мартта да, сол 28 мартқа туған күніне алып берем деп жүрген ғой мына роботта. Өзі отжимание жасайды, жүреді, сондай ұлымның қызығып жүргені соған тура дәл әкеліпті. Ал осы мен игрушкаларға анпакинг бітті. Енді киімдерге барайық. Енді киімді толтырып әкеліпті. Әр елдің салты басқа, сері қара қасқа дейді ғой. Негізі біз жақта тұсау кесте осылай 4 мезгілге киім алып келеді. Батыс жақта, сіздер жақта қалай, оны да жаза кетіңіздер. Осындай бірінші мана көрсеткен көйлегі, мына спортивка, тройка болып жүреді екен. Енді мына жерде көрсетіп атқан киімнің жартысы уже біз жартысын киіп тастадық десем болады. Күнде қызық бір киімді киіндіріп жүрмін ғой, бірақ негізі көп киімдер, мына жерде көрсетіп атқан киімдер негізі үлкен екен. 2 жастан жоғары қылып алған киімдерді ертең чтобы қысқарып қалмайтындай қылып. Бір жағынан ол да жақсы. Негізі шыны керек бар ғой, көбіне киімнің бәрін бізде үлкен балам алады. Қысқарғанын бәрін қызым үйде киіп тастайды. Несі бар, неше өзімізді әйтеуір қысқарған киімдерді киіп өстік қой. Сыртқа шығатын кезде ғана қызыма киім алатын да, енді мынада вообще қыздың бүткіл барлық киімін әкеліпті. Енді осыны тоқтамай аямай киетін болдық. Жақында бұйырса садикке барамыз. Оған да жақсы болды бір жағынан. Солай қызым бір киімге тойып қалғаны бар. Қызым да бір риза болып жатқан шығар. Мынау тройкасы екен, шалбары, рубашкасы бар. Ішінде мынау летний бас киімі, мынау юбкасы мен жемпірі. Бұл, наверное, 2 жаста толған кезде киеміз, өткені әлі үлкен. Ал мынау безрукавка, бұл да тоже тройкамен жүреді. Негізі киімдердің көбісін андай розовый, сондай ашық розовый, сондай светтермен алған екен. Мынау көйлегі, маған осы көйлегі қатты ұнады, ерекше екен. Менің қызым кішкентай ғой, өзі 1 жастан 1,5 жас болдық қой, сонда да кішкентай майда қызым. Наверное, мынаны біз 3 жас, 4 жаста киеміз. Қыздар өзі нәзік болып келеді ғой, сол қыздың, нәзік қыздың өзі бірі біздің қызым, менің қызым шығар. Мынаны да тоже 2 жасқа деп алыпты. Бұл да қыс куртка, андай несімен комбинезон дейміз ғой, шалбарымен бірге қалың екен. Мынау қыстық етігі. Келесі бізде мынау кроссовкасы
кроссовкасын уже киіп тастағанбыз, түрі айтып тұрған жағы кір болып тұр ғой. Сосын қасында бриллиант сырғасы бар. Ал мынау киімнің артында әдемі фон көрсеткен шарларым, кафедегі шарларым ғой, үйге әкеліп алдым. Ал енді мен болдым, әрі қарай өздеріңіз бағалап кетіңіздер.